Продай мне ручку. Бұл туралы көп естіген шығарсыздар. Продай мне ручку деп не үшін айтады? Бұл кез келген продавецтің жұмысқа қабылдаған кезде еститін выражениясы и көптеген такой крутой киноларда айтады. Бұны мен де пайдаландым. Не үшін пайдаландым сіздерге түсіндіріп кетейін. Себебі жаңадан келген қызметкер сенің компанияңа біліктілігін білгің келетін болсаң, оған айтасың, продай мне ручку деп айтасың. Егер де арман етіп қалатын болса, көп ойланып қалатын болса, 40 секундтан көп болатын болса, ол қызметкер саған продавец ретінде жарамайды. Ал егер де ақылға сыйымсыз нәрселер, қисыны келмейтін нәрселерді айта беретін болса, значит, ол өте жылдам бейімделгіш деген мағына білдіреді. То есть адаптивності жақсы. Но одан да күшті нәрсесі бар. Егер де сол ручканы алып, сізге өте көп сұрақ қоятын болса, бұл идеальный продавец. Егер де компанияңызда продавец жоқ болатын болса, осындай кеңес беремін. Бұл жаңағы инструмент бізде қайдан шықты? Алдағы компаниямда күніне 7 собеседованиеға өткізетін күндеріміз болды. Бір адаммен 40 минутқа дейін собеседование. Ал мына методика арқылы продай мне ручку деген консультациялардың саны, жаңағы интервьюермен кездесудің саны 3-5 минутқа дейін қысқарып қалды. Өйткені бұл арада белгілі болатын болды. Так что рабочая методика и сіздерге де совет беремін.